Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана? Демалыс күндері немен айналысамыз деп ойланып отырсыз ба? Уайымдамаңыз. Мен сізге ұсақ моториканы дамыта отырып, бала психологиясымен жұмыс жасауға арналған керемет әдіс дайындап қойдым. Ең бастысы, барлығы үй жағдайында. Сіздер тек жүрекше қойып, осы видеоны ары қарай таратсаңыздар болғаны. Құм терапиясы туралы естіген бе едіңіз? Ал пайдасы туралы білесіз бе? Егер осы видео арқылы дәл сол терапияны үй жағдайында жасай аласыз десем, сенесіз бе? Я, өте пайдалы құм терапиясын үй жағдайында жасауға болады. Сізге керегі тек қана манная крупа, бояғыш зат, спирт және де блендер қажет болады. Блендердің ыдысына манная крупамызды салып аламыз, бояуыш затымызды қосамыз. Бояуыш бізде пищевой бояуыш заты болып табылады, кондитерлік дүкендерден тапсаңыздар болады. Және де спиртімізді құйып аламыз, блендердің көмегімен барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сіз қарапайым заттар арқылы балаңызды қызықтырып қана қоймай, ұсақ моторикасында дамыта аласыз. Сонымен қатар балаңыздың психологиялық тынышталуына, танымдық қабілеттерінің дамуына, фантазиясының көбеюіне, тіпті ішкі жан дүниесінің жайлануына жол ашасыз. Бала өзімен өзі отырса да, бірақ қабілеттерін дамыта отырып, жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Құммен жұмыс жасау баланың ашуға тез берілуден, жылауықтықтан, агрессиядан айықтырады және де алдын ала сақтайды. Сурет салу өнері мен құм өнерінің ең басты айырмашылығы ол сезіну болып табылады. Яғни балапандарымыз тек құмның көмегімен берілген тапсырманы орындап қана қоймай, ең бастысы ұсақ және ірі қол моторикасын дамытады. Ойлау, қиял, зейін, есті факторы жұмыс атқара отырып дами түседі. Танымдық және психологиялық процестер баланың өзін жайлы сезініп, шығармашылық белсенділігін арттырады. Құммен сурет салу үшін аса бір өнерді қажет етпейді. Кез келген бала сурет сала алмаса да, қиялмен сурет салу үшін еш қиналмайды. Құммен сурет салу ең жеңіл, әрі бала үшін де, ересек үшін де барлық жағынан ыңғайлы. Жоғарыда айтып өткендей, құммен ойнау баланың ашушаңдығын, агрессиясын, жылауықтығын тоқтатады. Және бұл кезде қиял дамытып, баланың эмоционалдық жай күйіне жағымды ықпал етеді. Даму және өз-өзін дамыту үшін жақсы құрал болып табылады. Сондықтан осы ойынды міндетті түрде балаңызға жасап көріңіздер.